Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді қатпарлы круассан жасап үйренеміз. Видео ұнаса, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, сухой дрожжымызды, 1 шай қасық тұзымызды, қантымызды шамалап саламыз. Және 1 жұмыртқамызды, сұйық майымызды қосып, барлығын араластырамыз. Қантымыз бен тұзымыз ерігенше. Ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, електен өткізіп, қолдың көмегімен қамырымыздың басын біріктіреміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше. Қамырымыз ашып көтерілді, қолдың көмегімен бір қайтара илеп, бөлшектерге бөлеміз. Қамырымызды домалақтап, аздап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды дөңгелетіп жаямыз. Менде 9 күлше шықты. 9 күлшеміздің барлығын жайып, бөлме температурасындағы сары майымызды күлшелерімізге жағып шығамыз. Келесі күлшемізді үстіне қойып, тағы да майымызды жағып шығамыз. Осылай бірінің үстіне бірін қойып, майымызды жағып отырамыз. Осылай қатпарлы күлшелер дайын. Енді оқтаудың көмегімен қатпарлы күлшелеріміздің үстінен бір басып жайып аламыз. Енді круассандарымызды жасауға кірісеміз. Мен начинкасына деп сгущенкасын салып шықтым. Круассандарымызды жасап болғасын листіге орналастырамыз. Круассандарымыздың бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Круассандарымыз әдем болып көтерілу үшін. Круассандардың бетіне жұмыртқаның сарысы мен 2 ас қасық сүт қосып, круассандардың бетіне жағып шығамыз. Қалауыңызша сәндесеңіздер де болады. 180 градус пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Қатпарлы круассандарымыз дайын, өте дәмді, жасап көріңіздер. Каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.